Ассалаумағалейкум. Бүгін біз сіздерге есік құрауды көрсететін боламыз. Қалай құрастыру керектігін, размерін барлығын айтатын боламыз. Қазір құрайын деп жатқан есігіміз 80-дік есік. Соған осындай төбесін кесіп алдық. Размері 80-дік есікке екі жағынан 3 мм-ден 6 мм. Зазор қалдырамыз. Сонда 80-де 6 мм қылып мынаның размерін кесетін боламыз. 3 мм деп атқаным, мынаның қалыңдығы 3 мм. Қалыңдығы 3 мм. Осы екі бетіне қыстырылған кезде 6 мм болу керек. Қазір біз мынаны кесіп қойғанбыз 80-де 6 қылып. 80-де 6 мм қылып кесіп дайындап қойдық. Енді екі бетін кесетін боламыз. Кесетін боламыз бұның екі бетін. Есіктің өзі 2 метр болса, астына да 2,5 см мен өзім зазор қалдырамын. 2 метр 2,5 см қылып кесетін боламыз. Өлшеп алайық. Осындай сызып меткілеп аламыз. Бұлар қиғаштап кесіледі деген сөз жаңылыспас үшін осылай сызып аламыз. Кесіп алған соң, кесіп болған соң, топсасын қойып аламыз. Топсаның размері екі басынан мен өзім 25 см-ден аламын. Топсаны өзім үй ашығыға шұрық құрайтын жағымен өзім резинасына тақап қойып кете береміз. Енді осын қатырып болған соң, біз бұларға директорат бұрап шығамыз. Директоратта міндетті түрде шемістер жүктен бұраған дұрыс. Директораттарын бұрап болған соң төбесін бұратын боламыз. Ол үшін бізге аффикс қылу керек. Аффикс қылумен ұстатып аламыз, сосын асықпай шұрығын бұраған кезде оңай болады, жеңіл болады. Сосын осыны шұрық құрамай тұрып бір тексеріп аламыз. Ровно 80-де 6. Оны шұрықтаймыз. Шұрықтау үшін бізге осындай үштік сверло керек.
Енді есікті қоңырауға орнатамыз. Қазір көресіздер. Есікті осылай қойып аламыз. Сосын мында есіктің көсоқтарынан дәлдей аффикс клеймен қатырып, астына тіреуіш істеп қойсаңыздар болады. Енді топсаны бекітеміз. Ол үшін бізге мынау қажет болады. Осымен қазір топсаны қоятын боламыз. Осылай бұрап алғаннан кейін қайттан шұрықтарды аламыз. Жаңа құраған есігімізді мына жерге қоятын боламыз. Қазір көресіздер. Есіктің каркасын осылай ұстатып аламыз. Төбесінен мына жағынан ұстатып аламыз. Астында уребенге қойып, осы бет жағын топсасын. Топса бет жақты осылай ұстатып аламыз. Ана бет жақ пока тұра тұрады. Есік салғаннан кейін көреміз оны. Есік дайындап отырмыз. Мінекей осылайша есік құру видеосын сіздерге көрсеттім деп ойлаймын. Егер видео ұнаса, арнаға тіркеліп лайк басып қолдап кетіңіздер ағайын.